99 метр ұзақтығы. Канун. Кеттік міне. 8 километр ұзаққа жүреміз. Әлемдегі ең үлкен мұхиттың үстінен өтетін аспалы жол. Ұзындығы 8 километр. Бұл Вьетнам мемлекетінің Фукуок аралында орналасқан. Фукуок пен Хантом аралдарын байланыстырады. Астыда көріп отырғандарыңыз теңіздің жағасында орналасқан қайықтар. Бұлардың барлығы жергілікті балықшылардың, былай айтқанда балықшылардың районы. Балық аулаумен күн көреді жергілікті адамдар. Және екіншіден бұлар туристер арқылы ақша табады. Туристік бағыт бұл жаққа 2010 жылдан бастап қана жүзеге асқан. Енді дамып жатыр. Бұл жерде қайықтан бұрық болатын сияқты. Ең суық кезінде плюс 28 градус болады. Сондықтан үйлерінің барлығы жай қаңылтырдан, кірпіштен, жұқа сала-салады. Сондай бір сейсмологиялық мықтылықты қамтамасыз сұрамайды. Араларында осындай будда храмдары кездеседі. Енді салып жатыр. Су мына жерде тұнық екен, байқадың ба? Көк бөмбек. Асты құм. Ақ қайрақ құм ғой деймін. Арал осындай. Бұл жерде енді Хантом аралына дейін аралығында бір 7-8 арал бар дейміз. Негізі одан ары қарай да аралдар өте көп жалғаса береді. Ұсақ аралдар. Демалысқа арналған аралдар өте көп мына жақта. Бірінен кейін бір орналасқан. Осындай канатный аспал жолды бақылауға арналған пункттер бар. Біз отырған кабинаның қанат жолы 2015 жылы басталып, 2018 жылы аяқталған. Кабинаның жалпы кабиналардың жиынтық саны 69-ды құрайды. Әр кабинаның өтетініміз қазір екінші биік колонна. Ең биік ар жағында орналасқан. Анау көрініп тұрған ең ұзын колонна, оның биіктігі 160 метр. Жерді көрдіңіздер ме? Бірден көтерілгенде. Мынау аралдардың көбінде рельеф аралдар, жемчуг өндіретін аралдар. Меруерт інжу шығаратын аралдарына жатады. Осы аралдарды солмен айналысады. Және бұл аралдардың ар жағында теңіздің астына саяхат жасауға арналған орындар бар.
аралдың бір жағы Камбоджамен шекаралас, екінші жағы Таиландпен шекаралас, үшінші жағы Қытаймен шекаралас. Осындай үш мемлекетпен шекарада орналасқан. Сиам бұғазында орналасқан. Негізі Сиам бұғазы Үнді мұхитына жатады. Оны географиялық тұрғыдан Қытай теңізі деп атайды негізі. Оңтүстік Қытай теңізінде екен ғой. Осы ұры аралдардың байланыс жерінде біраз ағыс бар, жылдам ағыс бар. Анықтап қараса байқалады. Жалпы бұл жақта адам өміріне ең қауіпті үш нәрсе бар. Соның бірі теңіздің кері ағысы, яғни толқынмен бірге кері келетін кейбір ағыстар адамды алып кетуі мүмкін, одан дұрыс шыға алмаса. Екіншіден, бұл жақта алкоголь ішімдіктер өте сапасыз, осыдан көп адамдар уланып қайтыс болып жатады. Үшіншіден, бұл жақта ең қауіпті жол апаты. Бұл жақта машина өте аз және мынандай мотоциклдармен жүреді адамдардың барлығы. Егер оны дұрыс жүруді белгілі бір скоростьпен жүрмесе, ақырын жүрмесе, дұрыс білмеген адамдар көп жол апатына ұшырап жатады. Осындай үш үлкен қаупі бар. Мына аралдарда қарасаңыз, әдемі үйлер орналасқан. Мына үйлерді қарашы. Үстін шөп жауып қойған сияқты не үйлерді. Әдемі қарашы. Домиктер осындай. Қазір сіздер ең биік колоннадан өтеміз. Бұл осы жердегі ең биік колонна. Ең биік колонна аралдың үстінде орналасқан. Осы әрбір колоннаны обслуживать ететін орындар бар. Аралдарда орналасқан адамдар осыған қызмет етеді. Мына жер ең биік жер. Самый биік. Мына жақта Сиам бұғазы. Жоғарыдан көрініс. Ұзақтығы 8 километр, 15 минут жүреміз. 15 минут бойы осылай жүретін боламыз. Мен қазір бара жатқан жолды түсіріп жатырмын, қайтарда да түсіремін. Билет құны бір адамға 650 донг, балаларға 450 донг. Егер бойының биіктігі 1 метрден төмен бала болса, ол тегін кіреді барлығы. Бұның ішінде Хантом аралындағы, бұл бағаға Хантом аралында үлкен аквапарк бар. Акватопия аквапарк деген, сол ішіне билеті барлығы кіреді. Сол жерде аквапаркмен тегін жүре бересіздер. Бірақ ол жердегі ресторандардың бәрі ақылы. Ресторандар тамақтану ақылы болады. Негізі бұл жерде көп ойын-сауық орталықтарының барлығы сағат 3-ке дейін ғана жұмыс істейді. Мына аспалы қанат жолы 2 уақыт адамдар кетеді. Біреусі осындай таңертең ерте, екіншісі түс ауа 2 рет апарады. Қайтар жолдар көп болады, бірақ қайтатын адам үшін. Өйткені ана жақтағы аралға адам сыйымдылығын есептейді бұлар. Аралдардан жемчуг өндіретін аралдар басталды. Бұл аралдар осыдан ары қарай сағаралдар жалғасады. Өте көп сағаралдар ар жаққа. Біздің мынау көз жетіп тұрған аралдар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 шақты арал бар. Көрмей жатқандарымен есептегенде ар жағында бұдан 20-30 километр ары қарай аралдар тағы да шоғыры басталынады. Көп аралдар шоғыры. Келе жатқан адамдар. Нақты негіз 8 километр, дәл нақты ұзындығы
7899-да 9 метр ұзақтықты құрайды. Қанат жолының ұзақтығы. Бұл аралдар бұрын көп адамдар тұрмаған бір аралдарда негізі. Бұлардың көбі балықшылар тұратын, балықшы тайпалар тұратын 19 ғасырда сондай аралдар болған. 2000 адам, 1000 адам тұратын, 500 адам тұратын осыларда балықшылықпен айналысатын. Одан кейін француздар келіп бұл жерді жаулап алғаннан кейін түрмеге айландырады. Сосын осы жерде өздері тұрып біраз үйлер салады, сөйтіп одан 1930 жылдары өздеріне қайтып келеді осы аралда. Содан бастап бұл жерлерде адамдар көп қоныстана бастаған. Жалпы Вьетнамның халық саны 100 миллионды құрайды. Қазіргі санақ бойынша 100 миллионды құрайды. Арал жемчуг өндіретін арал. Осындай құрылғылармен тұрады. Не бір ұшып келатыр, е? Катер. Общественный орында отырмын деген понятие жоқ екен, иә? Кімдерде? Не істеп жүрді? Музыкалардың бақсылары болғаннан кейін да. Бізде олай общественный орында өзің не можешь олай. Да не культурно. Еңбегі. Ішің ауырып кетті ма? Бұл мынау біз қазір Хантом аралына келдік, міне. Бұл жерде үлкен ойын-сауық орталығы орналасқан. Көптеген аттракциондар, смотровая башнялар, одан ең маңыздысы Акватопия деген аквапарк орналасқан. Бұл өзінше бір экзотикалық үлкен бір аквапарк. Өте үлкен. Қазір толық айтатын боламын барған соң. Сонымен қатар бұл жерде тамақтанатын орындар көп орналасқан. Жоғарыдан қарағанда өте шағын болғанымен, төмен түскенде ішіне адасып кетуге болады. Сонымен қатар бұл жерде өзінің пляж орналасқан. Сіздер алатын осы қанат жолының билетінің ішіне осы аквапарктың ішіне қыдыру кіреді. Анау смотровая башняны көрдің бе? Үстіне адамдар шығып жан-жақтан қарайды. Сондай орналасқан екен. Пустой қайтып жатыр, адамдар осы жақта өйткені көбі қалды. Аквапарктерде қыдырады деп жатыр. Демалады осында, тамақтанады осында, сосын қайтады. Бұл мына жыныс орманның арасында орналасқан. Бұны салғанның өзінде осы көп ағаштарды орнынан алып, қарқып содан салған байқалады. Біз келдік, 15 минут болды міне. 15 минут біз келдік. Осындай бір қыз күтіп тұрады мына жерде. Қош келдіңдер деп.
келеді сені. Ұрады. Какадай. Осындай күтіп тұрады. Сурет осы жерде. Суреттеріңізді осы жерден аласыздар. Түскен суретті осы жерден алады. Кіре берісі осындай әдемі. Я вот эту дорогу. Эскалатор қойып қойған сыртқа. Руку дай сюда. Мынау жаңағы бізді көтерген аспалы жолдың тұрғысы. Мынау пружиналары,